Рус ишғалжының қырымлыларға жаны ағырды. Челябинсктен Қырымға келген рус ишғалжысы ағланғанына көре московларны етерінже севмейлер. Соқақларда аскерлер йохве ен мұйымы Ахмежитте бір хаве-ханеге йолламағанлар. Ағланып тариф еткеніне көре жебеден ишғал етілген Қырымға Русия күніні қаршыламақ үшін келіп шықты. Амасан кедерсін ерлі сакинлер она софра донатмаға редеткенлер. Мне сказали, извините, мы вас обслуживать не можем, так как вы представляете угрозу. Ачве жаны ағырған шекілде Александр Якудзе Ахмежит соқақларына түшінмек үшін шықты. Ама Русияның Украинаға қанунсыз жеңк алып барғанын аңламақ үшін ақылы етмеді. Садыже Қырым сакинлерінің етерлеже московларны севмегеніне ақылы ерді. Это Симферополь. Я подумал, что, может быть, его напугал, что у меня торчит ножик из платформы. Но сейчас иду, анализирую и думаю, нет. Это на самом деле просто такие люди в России, которые так реагируют на спецоперацию. Кускен Якудзе bundan evvel Екатеринбургтан савдашларына жаны ағырған еді. Суки, вы там вообще в Челябинске оборзели, а? Козлы конченые, мы тут жизни кладем, а они там базарят, Украин караоке вейдженке қаршы хаве-ханелернен күрешкен мешур Александр Талипов сүкүнет ішіне далды. Адет узре отевзден ФСБ хадимлеріне бойле вазиетлеріні чақайды. Ама ғалиба bu defa жаны ағырған ишғалжының тарафыны tutmaq оның üçün біле фазла келді. Почему вы не стали меня обслуживать? Я не знаю. Не знаете? Ну, хорошо. Украина силялы көветлері Донецк вилеті Вугледар янында илерілей 1 километр огге кечтілер. Буақта силялы көветлері бірлешкен пресс-меркез темсежісі Валерий Шершин білдірді. Бригада генералы Александр Тарнавскийның білдіргеніне көрейсе, бұ өңеліште душман йоқ етілігі девам етмекте. Ниже, чуть-чуть. Ағыр чатышмалар Бахмут этрafında да девам ете. Украина баш штабы темсилжісі Алексей Громовның білдіргеніне көре, рус ишғалжылары bu istikametте мудафаға кечтілер. Украина аскерлері ise жыварда илерілей. Украина қара көветлері комутаны 93-ші бригада аскерлерінің фаалиеттеріні мақтады. 3-ші ұжым бригадасы ise душман позицияларını запт еткенлеріні көстерген видеоны yayınladı. Ролан Османовға қаршы рус акимиетіне үрметсізлік бойынша чықарылған қанунсыз қарарыны лягу етмеділер. Қырымның ишғалжы махкемесі ватандашлық журналистіні іштемай ағыларда язған месажы себебінден 70.000 рубле пара жазасына төлемеге мечбур еді. Османов рус сеферберлігіне қаршы чықты. Чар үшін өлмекнің манасы олмағаныны язды. Қырым татар фаалия білдіргеніне көре ичбір ақ бозғындықларыны япмады. Рус ишғалжылерінің уйдырған давасыны ise Қырымлыларға бичкен черчевелері деп адландырды. Сөзді меморий даваны рус ишғалжылері Ролан Османовның евінде март айында өткерген тынтувдан соңра башлатты. О ватандашлық журналисті оларақ ишғалжылеріні чоқтан раатсызлай. Эпосы 9 ел бойынша қанунсызлықларны тынтув ве репрессияларны аңлата. Хансырайның қанунсыз реставрациясына қаршы чыққан еді. Она рус ордысына ақаретлегені давасы бойынша пара жазаларны берген еділер. Бұнен берабер ишғалжылерге қаршылық көстергені үшін де аписханеге ташлаған еділер. Там уже мне предоставили. Слава Украине! Героям слава! Ақияр сакины бір қадын ишғалжылеріні бір қаш сөзнен ачывлатты. Ишғалжы көветчілер Украин шарларыны рус ордысыны ақаретлемек кебі қабыл етті. Қадыны тапып тұттылар, камераларға афу тілемеге мечбур еттілер. Меморий протокол тұздылер. Яқын вақытта Ақиярның ишғалжы махкемесі қадынға үкім чықарajaq. Бұл кебі рус ишғалжылеріні ақаретлеме давасы бойынша en büyük жаза 50.000 рубле олабіле.
Русия инсан ақлары бозғынлығы бойынша дүния лидерідір. Украинлілерге қаршы япылған сойқырым ісе бүтін дүнияны тежавузжы деблетке қаршы бірлештірді. Бұл ақта Украина тыш ішлері мақсус вазифелер бойынша елші Антон Кореневич Гаагада өткерілген халықара махкеме отырышында білдірді. Сөз Украина Русияге қаршы давасы ақта кетті. Оның манасы шунда ки Русия сойқырым ақында конвенцияларнен ойнап сойқырымда Украинаны қабатлады. Москва бұны бұйық кебір маначық оларақ қабыл етті. Дипломаттан білдіргеніне көре Украинаның шикетін енді дүнияның 32 мемлекеті дестекледі. Це означає, що це, по суті, стає справа Україна і цивілізований світ проти Російської Федерації, бо дійсно на підтримку України визнано прийнятними 32 interventions. Це говорить про те, що зрештою будуть і слухання призначені судом, так, де і Україна, і держави, які зробили відповідні інтервенції, зможуть представити свою позицію по цій справі. Украина еті махкеме Русияның екі конвенцияны бозғанны қайды тежегіне умут ете. Бұл терроризмге мали дестекнен күрешве ұрқ дискриминациясы. Бұл демек ола ки Русия махкеме қарары чықарылғанындан соңра месулетке чекіліп тазминат төлемесі мечбуретінде қалажақтыр. Тазминатның миғдары башқа бір махкеме давасы черчевесінде бақылажақтыр. Яғни махкеменің қарары Бірлескен Миллетлер халықара махкемесінің Русия кетірген зарарларны саймаға башлай жағына yol açam.